Баршаңызға сәлем, сіздермен Фируза. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, қарапайым, құрамы жеңіл, бар жоғы 10 минутта жасалатын дәмді печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызды алып, бір жұмыртқамызды салып, үстінен бір шай кесе қантымызды салып, жақсылап венчикпен араластыратын боламыз. Қанты ерігенше жақсылап осылай араластырамыз. Шамамен 5 минуттай араластыратын боламыз. Қантымыз осылай кішкене көпіріп араласуы тиіс. Және үстінен жарты стакан сұйық майымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Үстінен бір шай қасықтай қопсытқышымызды, яғни разрыхителімізді салып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстінен електен өткізілген ұнымызды алып, барлығын бірден қоспай, осылай бөліп салып венчикпен араластыратын боламыз басында. Одан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз осындай жұмсақ болып шығады. Және де пергамент қағазын алып, печеньеларымызды видеода көргеніміздей қамырымызды осылай кішкене үзіп алып, қолымызбен дөңгелектеп, печенье формасына келтіріп алатын боламыз. Барлығын осылай жасап болғаннан кейін, кокос ұнтағына мен печеньеларымызды малып алдым, бет жағын. Сіздер өз қалауларыңызша осылай жасасаңыздар да болады, немесе қант ұнтағына малып алсаңыздар да болады. Барлығын осылай жасап шыққаннан кейін қызып тұрған пешімізде бар жоғы 10-15 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Міне біздің печеньеларымыз пісіп шықты, өте керемет дәмді болып шығады. Балдарыңызға міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.